Армысыздар достар, бүгін сіздерге қызанаққа қаданы не үшін қағамыз сол жайлы видео көрсетемін. Арнадан ажырамаңыздар. Достар, бүгін шілде айының 27-сі. Мінекей, мынау бычье сердце деген қызанағымыз, көрдіңіздер ме? Ағаш сияқты қап-қатты болып қалған түбі. Бірақ бұлар өсе келе, мынау биіктей келе, нелері сабақ бұтақтары кішкене әлсіздеу болып келеді. Осы бұтақтар гүлдеп, көкөніс бергенде өнімін көтере алмай құлап қалмау үшін біз бұл бұтақтарға қадалар қағып шыққан болатынбыз. Достар, бүгінде жеміс беріп жатыр. Дәл осы өнім бычье сердце деп аталады, қызанақтың бұл түрі. Бұл бір түпке мен 4 қада қададым. Бір, мынау екіншісі, мынау үшіншісі, және ең бірінші, мынау 4-шісі, ең алғаш қадаған қадамыз. Мынау достар қызанақтың жемісі, көрдіңіздер ме? Көкөніс, бұл айтқанда, беріп жатыр. Мінекей, бір түп осыншама өнім беріп жатыр. Достар, бычье сердце деген қызанақ өзі өте сондай етті болады. Пісіп жатыр, мынаның бәрі қып-қызыл болып қызарады. Мінекей достар, үлкен көрдіңіздер ме? Мінекей, қаншама өнім бар, ал енді мынандай сабақ бұның бәрін көтеріп тұра алмайды ғой. Сондықтан біз осылай ағашпен қада қағып, оны байлап шығамыз. Әрқайсысын. Мінекей достар, мәселен, мына сабақты алып, мен мынаған байлап қойғамда, мынаны бұлай байлап қойдым. Құлақ қалмас үшін, бұның өзі гүлдеп жатыр. Мінекей достар, бұл бычье сердце деген түрі. Өнімдері осындай керемет, сондай етті әрі дәмді. Қызанақтың ішіндегі менің ең сүйікті сортым осы бычье сердце. Ал енді бұның бойына келер болсақ, бойы мінекей. Менің бойыма жетіп жығылады. Менің бойым 1,73 м. Қаданы қаққанда да 1,5 метрдей болатын қаданы қаға беріңіздер, себебі осылай ұзын болып өсетін қызанақтар, атап айтқанда мына бычье сердце, бұны осылай жан жағынан байлайсыздар. Ортасынан, мінекей басынан, ортасынан, аяғынан осылай байлап қоя бересіздер. Содан кейін түбінен қарасаңыздар, дәл осы көшеттің түбінен бастап бірнеше бұтақтарға бөлінгене, әрқайсысына бір қададан болса артық етпейді. Дәл қазір бұл қызанақтың осылай төменгі ортасына дейін беріп тұр жемісті. Мыналар піскеннен кейін қызанақтың үсті береді. Көрдіңіздер ме? Гүлдеп жатыр бұларда. Бұларда гүлдеп жатыр, сондықтан маған қаданы тағы да енді биіктетіп бір қада қағып қою керек. Бұл видео оқырманның сұрағынан пайда болған. Достар, жалпы қызанаққа қада не үшін керек екені жайлы түсінікті болды деп ойлаймын. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді. Бақшамыз жемісті болсын. Осылай ерінбей еңбек етіп жемісін жей берейік достар.